Тырнақ не себепті сынғыш болады және оны емдеу жолдары. Тырнақ сынғыштығы көптеген адамдардың күнделікті кездесетін мәселелерінің бірі. Бұл жағдайдың негізгі себептері ағзадағы жалпы өзгерістерден, өмір салтынан және сыртқы факторлардан туындауы мүмкін. Тырнақтың сынғыш болуының себептері. Бір ағзадағы дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі. Биотин, жеті дәрумені, темір, кальций, мырыш және магнийдің жетіспеушілігі тырнақтың құрылымын әлсіретеді. Омега-3 май қышқылдарының тапшылығы да тырнаққа әсер етеді. 2. Судың немесе ылғалдың жетіспеуі. Суды жеткіліксіз ішу тырнақты құрғатып сынғыш етеді. 3. Сыртқы факторлар. Химиялық заттар, жуу құралдары, сабын, тазалағыш заттар тырнақтың құрылымына кері әсер етеді. Ауа райының қатты өзгеруі құрғақ ауада зиянды. 4. Денсаулық мәселелері. Гормоналды өзгерістер, мысалы, қалқанша безінің жұмысы бұзылғанда. Қаназдық, анемия және басқа да созылмалы аурулар. 5. Дұрыс күтімнің болмауы. Тырнақтарды шамадан тыс қысқарту немесе қатты құралдармен өңдеу. Тырнақты емдеу және күшейту жолдары. 1. Дұрыс тамақтану. Биотинге бай тағамдар, жаңғақтар, жұмыртқа, авокадо. Темір, қызыл ет, шпинат, бұршақ дақылдары. Кальций, сүт өнімдері, балық. Су күніне кем дегенде 1-5-2 литр су ішу. 2. Дәрумендер қабылдау. Дәріханаларда сатылатын мультидәрумендер мен биотин қоспаларын қолдану. 3. Табиғи майлармен күтім. Зәйтүн майы, тырнақ пен кутикулаға жағып 10-15 минут массаж жасаңыз. Кастор майы, тырнақты нығайтып табиғи жылдыр береді. Кокос майы, ылғалдандырады және қорғайды. 4. Химиялық заттардан қорғау. Үй шаруасындағы жұмыстар кезінде қолғап кию. Тырнақты қатты лактардан және ацетон негізіндегі ерітінділерден қорғау. 5. Арнайы косметикалық құралдар. Кератин негізіндегі тырнақ күтім құралдарын пайдалану. Қорғаныш лактар қолдану. 6. Табиғи емдеу әдістері. Лимон шырыны мен бал, 1 ас қасық лимон шырынына 1 шай қасық бал қосып тырнаққа жағыңыз. Бұл тырнақты ағартып нығайтады. Желатин ваннасы, жылы суға аздап желатин қосып тырнақты 10 минутқа салып отырыңыз. Алдын алу шаралары. Тырнақты шамадан тыс ылғалдан қорғаңыз, ұзақ уақыт суда ұстаудан аулақ болыңыз. Күнделікті дұрыс күтім жасауды әдетке айналдырыңыз. Тырнақтарыңызға аптасына 1 рет массаж жасап табиғи майларды қолданыңыз. Дұрыс күтіммен тағам арқылы тырнақтарыңыздың саулығын сақтай аласыз.